Сәлеметсіңдер ме? Өткен видеода біз молекулалық формула бойынша молекуланың Льюис формуласын құруды үйрендік. Бұл видеоға өту үшін жоғарыда шыққан сілтемеге басуыңызға болады. Мына слайдта сендер көріп тұрсыңдар тетрахлорметанның Льюис құрылымы және тетрахлорметанның кеңістіктік құрылымы. Мына видеоның мақсаты Льюис құрылымынан қалай кеңістіктік құрылымына көшу керек екенін. Енді Льюис құрылымына біздер тоқталайық. Льюис құрылымдары молекуладағы электрондардың таралуының құрылымдық бейнесін көрсетеді. Сонымен қатар, атомдардың бір-бірімен өзара байланысуын, молекуланың құрамына кіретін әр атомның формальдық зарядтарын және байланыстырушы электрон жұптары, сонымен бірге бөлінбеген электрондар жұбы. Енді сендер өткен видеодан білесіңіздер, байланыстырушы электрондар ол заттың құрамына кіретін атомдарды байланыстыратын. Мына молекулада бір жұп, ол екі электрон ортақ электрон жұбы арқылы атомдар бір-бірімен байланысады. Коваленттік байланыс түзеп. Мұнда бір ортақ электрон жұптар бар екен, сондықтан оларды байланыстырушы электрон жұптар деп атаймыз. Ал енді байланыста қатыспаған электрондарды біз бөлінбеген электрондар деп атаймыз. Байланыстырушы және бөлінбеген электрондардың барлығы да валенттік электрондарға жатады. Бірақ Льюис құрылымдары молекуланың ең маңызды сипаттамасының бірін, олардың жалпы пішіндерін көрсетпейді. Молекулардың пішіні немесе оның геометриясы молекуланың жалпы полярлығын және құрамдас атомдардың ядролары арасындағы бұрыштарды анықтауға көмектеседі. Мысалы, біз тетрахлорметанның Льюис формуласын көріп тұрмыз, қайталап жіберейін. Бұл құрылымда біз көміртек және хлордың 4 атомымен байланысқан, байланыстырушы және хлор атомындағы бөлінбеген электрондарды көріп тұрмыз. Алайда, кейін біз көретіндіктей көміртек атомы айналасындағы электрондық тығыздығын ескеріп, біз оның тетраэдрлік геометриясын орналатынын көреміз. Бұл құрылымында сызықтар сурет жазығында орналасатын байланыстарды көрсетеді, ал қалың сызық бақылаушыға бағытталады, штрихталған сызық бақылаушыдан кейін бағытталған сурет жазықтығының артқы жағына бағытталады. Кеңістіктік құрылымы мен Льюис құрылымында біздер көріп тұрмыз, мұнда ортақ ол байланыстырушы және бөлінбеген электрондар. Бірақ кеңістік құрылымында молекуланы біздер көріп тұрмыз, оның пішінін тетраэдр екенін, және кеңістік пішіні тетраэдр болғандықтан хлор көміртек хлор бұрышы жуық шамамен 109 градус болатынын және электрон тығыздығы біртекті таралатындықтан бұл молекула полюссіз екенін біздер болжай аламыз. Сонымен бұл видеода жазықтықты Льюис құрылымы арқылы молекулардың кеңістіктегі пішінін анықтауға үйренеміз. Молекуладағы электрондар саны мен молекуланың пішіні арасындағы тығыз байланысты көреміз. Бұл тақырыпты біздер 3 бөлімге немесе 3 видео арқылы талдаймыз. Осыдан бізде келесі сұрақ туындайды. Молекулалық пішінді қалай болжай аламыз? Бұл сұраққа жауап беру үшін валенттік электрон жұптарының тебілісу теориясы арқылы жауап бере аламыз. Бұл теория неге негізделген? Ол үшін біздер мынадай эксперимент өткізейік. Біздер шарларды валенттік электрондардың бұлттары ретінде қарастырайық. Сонда, егер молекулада 2 бұлт болса, ол бұлттарды, мысалы шарды үрлейтін жерінен біздер байланыстырсақ, бұл шарлар бір-бірінен тебіліседі. Сол күштің әсерін азайту үшін олар кеңістікте бір-бірінен мүмкіндігінше алыс бағытталады. Нәтижесінде кеңістікте 2 шардан тұратын жүйе сызықтық пішінге ие болады. Енді осы шарларды қосатын нүктеден шарлар бойымен біздер 2 түзуді өткізсек, осы түзулер арасындағы бұрышымыз 180 градусқа ие болады.
Енді келесі жүйені алайық. Бұл жүйе 3 шардан тұрады, немесе 3 бұлттан тұрады екен. Осы 3 шарды біздер қосамыз. Қосқан кезде олар бір-бірінен тебіліседі. Тебіліскен кезде олар бір-бірінен алыстайды. Алыстаған кезде кеңістікте өздеріне ыңғайлы пішінге ие болады. 3 бұрышты жүйе пайда болады. Егер осы шарлар бойымен біздер мынандай 3 түзуді өткізсек, осы түзулердің арасындағы бұрышымыз 120 градусқа тең болады. Енді аламызда 4 шардан тұратын жүйені құрайық. Немесе 4 валентті электрон жұптарының бұлттары мұнда көрсетілген. Ол бұлттар да кеңістікте өздеріне қолайлы пішінге ие болады. Бұл геометриялық пішін тетраэдрға ұқсайды. Және осы жүйені құрайтын құрамдас бөліктердің арасындағы байланыстың бұрышы жуық шамамен 109 градусқа тең болады. Осыдан қайталап жіберейін. Молекулалардағы валенттік электрон бұлттары кеңістікте осы шарлар сияқты орналасады. Яғни олар да бір-бірінен тебілісіп, молекуланың қолайлы пішінге ие болуына көмектеседі. Енді осы теорияның аталуына тоқталайық. Валенттік электрон жұбы бұлттарының тебілісу теориясы. Біздер мына валенттік электрон жұбы бұлттарына тоқталайық. Молекулада валенттік электрондар екі атомды байланыстырып, байланыстырушы электрон рөлін немесе байланысқа қатыспай бөлінбеген электрондар рөлін атқару мүмкін. Яғни, байланыстырушы және бөлінбеген электрондар орталық атом ядросы айналасында электрон тығыздық аймағы ретінде қарастырылады. Бұл осы теорияның ең негізгі постулаты. Электрон тығыздық аймақтары бір-бірін арасында тебілісті азайту үшін бір-бірінен мүмкіндігінше алыс бағытталады. Біз қарастырған шарлар мысалына ұқсас. Ал шетелдік әдебиетте электрон тығыздық аймақтарын домендер деп атайды. Ал енді бөлінбеген электрондар мен байланыстырушы электрон жұптары арасындағы тебіліс күштерді салыстырайық. Мына қатар бойынша орталық атом айналасында екі бөлінбеген электрон жұптар арасында ең күшті тебіліс пайда болады. Ол мына жүйе. Бұл орталық атомда екі бөлінбеген электрон жұптары бар екен. Екінші орында орталық атом бір байланыстырушы электрон жұбымен көршілес атоммен байланысты, бірақ орталық атомында бөлінбеген электрон жұбы бар екен. Мұнда тебіліс күші төменірек болады. Және ең төмен тебіліс күш ол үшінші жүйеде болады. Бұл жүйеде орталық атом екі атомдармен байланысып тұр, байланыстырушы электрон жұбы арқылы. Неліктен осындай қатар пайда болған? Ол үшін біздер мына суретке назар аударайық. Бұл суретте аммиак молекуласы көрсетілген. NH3. Көк түспен азот атомының бөлінбеген электрон жұбы көрсетілген. Ал ақ түспен азоттың 3 сутек атомымен байланысқан байланыстырушы электрон жұптарының электрон тығыздығы. Енді, мысалы, біздер бір байланыстырушы электрон жұптың электрон тығыздығын алсақ, ол мынандай кеңістікте орын алады екен. Ал бөлінбеген электрон жұбы кеңістікте көбірек орын алады. Орталық атом айналасындағы бөлінбеген электрондардың жұптары байланыстырушы электрондарға қарағанда кеңістікте көбірек орын алады. Неліктен екен? Ол үшін біздер мына слайдқа қайтып талдайық. Мысалы, біздер бірінші жүйені алсақ, орталық атом, ол екі бөлінбеген электрон жұптарымен байланысып тұр екен. Осы электрон тығыздық аймақтары, олар теріс зарядты болған, сіздер білесіңдерге, бұл электрондар ғой, және олар бір ғана атомның ядросына
тартылады. Сонда бір атом екі бөлінбеген электрон жұптары өзіне тартып тұр екен. Сондықтан бұл бөлінбеген электрон жұптарының кеңістікте алатын орны көбірек болады. Олар көбірек кеңістікте орын алатындықтан тебіліс күші де жоғары болады. Ал енді екінші мысалды алсақ, екінші мысалда біздер көріп тұрмыз байланыстырушы жұп. Байланыстырушы жұп бұл электрондар. Осы электрондар олар екі атомның 10 зарядталған ядроларына тартылатындықтан олар кеңістікте азырақ орын алады. Сондықтан осы байланыстырушы жұп пен бөлінбеген жұптың арасындағы тебіліс күштің деңгейі төменірек болады. Енді ең аз тебіліс күш үшінші жүйеде болады, себебі мұнда екі байланыстырушы электрон жұптары бар екен. Олар үш атомға тартылады. Мысалы, мына байланыстырушы жұпты алсақ, ол екі атомға тартылады, екі атомның ядроларына тартылады. Мына байланыстырушы жұп, ол да А және Б атомдардың ядроларына тартылатындықтан, олар да кеңістікте азырақ орын алатындықтан, бұл байланыстырушы электрон жұптардың арасында тебіліс күш азырақ болады. Енді келесі сұрақ: валенттік электрон жұптарының тебілісу теориясында орталық атом айналасында электрон тығыздық аймақтарын анықтау өте маңызды. Сондықтан электрон тығыздық аймақтарының санын анықтауды үйренейік. Электрон тығыздық аймақтары ретінде орталық атом айналасындағы бөлінбеген мен байланыстырушы электрон жұптары қарастырылады. Мына сызба нұсқадан біздер көріп тұрмыз. А қызыл түспен көрсетілген, ол бізде орталық атом. Орталық атом екі байланыстырушы электрон жұптары арқылы X атомдармен байланысып тұр. Және осы А атомында бөлінбеген электрон жұбы бар екен. Осы байланыстырушы электрон жұптар және бөлінбеген электрон жұптар, олар электрон тығыздық аймақтарды құрайды екен. Байланыстың еселігіне қарамастан, қос және үштік байланыстарды да біз электрон тығыздық аймағы ретінде де қарастырамыз. Мына кестеден біздер көріп тұрмыз. Дара байланыс, қос, үштік, бөлінбеген электрон жұбы бір электрон аймағы ретінде есептелінеді. Енді келесі жаттығуларды орындайық. Мұнда біздер судың Льюис формуласын көріп тұрмыз. Анықтауымыз керек электрон тығыздық аймақтарының саны. Енді бірінші орталық атомды анықтаймыз. Ол бізде оттек болады. Оттек екі байланыстырушы электрон жұптарымен, ол сутек атомдарымен байланысып тұр. Және оттекте екі жұп бар екен, бөлінбеген электрондар. Сондықтан электрон тығыздық аймақтарының саны 4-ке тең. Келесі молекула бізде бор H3, орталық атом бізде бор. Бор үш байланыстырушы электрон жұптарымен сутектің үш атомымен байланысып тұр екен. Сондықтан мұнда электрон тығыздық аймақ саны 3 болады. Келесі зат SO хлор 2, бұл тианил хлорид. Орталық атом күкірт. Күкірт екі байланыстырушы ортақ электрон жұптарымен, ол хлорны екі атоммен байланысып тұр екен. Қос байланыс арқылы ол оттек атоммен байланысып тұр. Бірақ байланыстың еселігіне қарамастан, қос байланыс бір электрон тығыздық аймағы ретінде қарастырылады. Және күкірттің бір бөлінбеген электрон жұбы бар екен. Сонымен 1, 2, 3, 4. Тианил хлорид молекуласында электрон тығыздық аймақ саны бізде болады 4. Келесі сутек цианиді. Мұнда орталық атом ол көміртек болады. Көміртек дара байланыспен, ол сутекпен байланысып тұр екен. Мынау бізде байланыстырушы электрон жұбы, ол бір аймақ болады. Және көміртек азотпен үштік байланыспен байланысып тұр екен. Бірақ үштік байланысты да біз бір аймақ ретінде қарастырамыз. Сонымен бізде электрон тығыздық аймақтарының саны сутек цианидінде 2 болады. Келесі жаттығу. Берілген молекулалардың Льюис формулалары бойынша орталық атом айналасындағы электрон тығыздығының аймақтар санын есептеңіз дейді. Ең бірінші зат, ол бізде көміртек 4 оксиді, көміртек диоксиді немесе көмір
қышқылы дейміз, иә. Мында бізде көріп тұрмыз, орталық атом бізде көміртек, екі қос байланысы бар екен. Сондықтан әр қос байланыс бұл бір аймақ деп саналады. Сондықтан көміртекте электрон тығыздық аймақтың саны 2 болады. Келесі күкірт 4 оксиді. Мында орталық атом күкірт қос байланыспен екі оттек атоммен байланысып тұр екен. Сондықтан мұнда 2 аймақ электрон тығыздығы және күкірттің бір бөлінбеген электрон жылы бар екен. Осыдан күкіртте электрон тығыздығының аймақтар саны 3-ке тең болады. Келесі зат ксенон фториді. Ксенон орталық атом өзінің 3 бөлінбеген электрон жұптары бар екен. Сондықтан 3 электрон тығыздық аймағы болады және 2 байланыстырушы электрон жұбы. Сонымен ксенон фторидінде электрон тығыздық аймақтардың саны 5-ке тең болады. Ал мұнда біздер көріп тұрмыз формальдегид. Мұнда орталық атом бізде көміртек. Көміртекте мұнда 4 аймағы бар екен. 2 байланыстырушы электрон жұбы және бір қос байланыс, ол бір аймақ деп саналады. Сонымен формальдегид молекуласында электрон тығыздық аймақтардың саны 3-ке тең. Енді валенттік электрон жұптарының тебілісу теориясын қолданып, молекуланың пішінін анықтау алгоритмімен танысайық. Ең бірінші қадам Льюис формуласын құру. Орталық атом айналасында бөлінбеген және байланыстырушы электрондарды көрсетуіміз керек. Екінші қадам электрон тығыздығы аймақтардың санын есептеу қажет. Үшінші саты электрон тығыздық аймақтардың санына негізделген электрондық геометрияны анықтаңыз. Төртінші қадам тек электрондардың байланыстырушы жұптарын ескере отырып, молекулалық геометрияны анықтау қажет. Енді біз қазір электрондық геометрия мен молекулалық геометрияның арасында қандай айырмашылығы бар екенін танысайық. Электрондық геометрия орталық атом айналасындағы байланыстырушы және бөлінбеген электрон жұптарының орналасуын көрсетеді. Ал молекулалық геометрия орталық атом айналасындағы тек қана байланыстырушы электрон жұптарының орналасуын сипаттайды. Енді біз келесі мысалдарды қарастырайық. Мысалы, метан молекуласында орталық атом ол көміртек. Оның айналасында 4 байланыстырушы электрон жұптары орналасқан. Электрон тығыздық аймақтар саны 4. Соны ескеріп, оның электрондық геометриясы тетраэдр болады. Молекула геометрияда біз тек қана байланыстырушы электрондарды қарастырамыз. Метанда 4 байланыстырушы электрон жұбы орналасқандықтан, оның молекулалық геометриясы да тетраэдр. Метан молекуласында электрондық және молекулалық геометрия бір-біріне сәйкес. Ал енді аммиак молекуласын қарастырайық. Аммиак молекуласында 3 байланыстырушы электрон жұбымен қоса орталық атом, ол азот айналасында бір бөлінбеген электрон жұбы орналасқан. Оның электрондық тығыздық аймақтардың саны метан сияқты 4. Яғни электрондық геометриясы да тетраэдр. Бірақ молекула геометрияда біз бөлінбеген электрон жұбын ескермейміз. Сондықтан саусағымызбен бөлінбеген электрон жұбын жапсақ, оның молекулалық геометриясы тригональдық пирамида болатынын көріп тұрмыз. Сонымен аммиактың электрондық геометриясы тетраэдр, ал молекулалық геометриясы тригональды пирамида. Бұл видео молекулалық пішін анықтау бойынша видеолардың бірінші бөлімі. Келесі бөлімде біздер молекулалардың электрон тығыздық аймақтар саны бойынша оның электрондық және молекулалық геометрияны анықтауда үйренеміз және молекулалық пішіндер атауларымен танысамыз. Ал бұл видеода біздер валенттік электрондар жұптар тебілісу теориясының негізгі қағидаларымен таныстық. Электрон тығыздық аймақтар санын анықтауды, электрондық және молекула геометрия арасындағы
айырмашылықтармен таныстық. Келесі видеодан қалмаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазуыңызға болады. Бұл видео ұнаса, лайк батырмасын басуды ұмытпаңыз және біздің каналымызға жазылыңыз. Рахмет.